Төтеншеліктер көше аралап тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Өйткені қыс басталмай жатып, ыстан зардап шеккендердің саны 5-ке жеткен. Мамандар оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жұртқа ескерту жасап жүр. Ескертуді елемегендер соңынан сан соғып қалады. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері осылай дейді. Сондықтан да жылыту маусымы кезеңдерінде тұрғын үй секторларындағы газдан уланудың алдын алу, тұрмыстық өрттерге жол бермеу бағытында бұқара арасында түсіндіру жұмыстары жүргізуде. Шара барысында жылыту құрылғыларының техникалық талаптарға сәйкес орнатылуы, мұжалардың тазалануы, балаларды назардан тыс қалдырмау туралы айтылды. Қарасу көшелерінде тұрғындарға қыс мезгіліндегі жылыту пештерін, газ құбырларын қауіпсіз пайдалану жөнінде үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Профилактикалық жұмыстар кезінде төтеншеліктер 300 мыңға жуық үйге бас сұққан. Әсіресе аз қамтылған көп балалы отбасылар мен зейнеткерлер тұратын үйлерге баса мән беріліп, сонымен қатар зардап шеккен 450 орында рейд жүргізілген. Пожарныйлар қызметкерлер кеп осылай жылда кеп предупреждениесін жасап тұрады бізге. Сондықтан қауіпсіздік қаражасын қарастырамыз өзімізде. Айта кетейік, биыл табиғи газға қатысты 36 факт тіркеліп, 5 адам зардап шегіп, 1 адам қаза болған. Ұлдана Жұбай, Леспек Әбдіжаппар, 7-7 Ньюс.